Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалынбай, жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанатын толған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай көрінер, айбынды алаш еліңдер, алтын арқа жеріңдер, мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, тау бар ма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Құрметті. Бізде енді келесі тапсырма, бізде тыңдау мәтініне туралы айтылған кім өлеңі бұл? Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Осы туралы қандай көзқарастасыңдар сіздер? Не айта аласыңдар? Енді бірінші тапсырма, осы тыңдау мәтіні бойынша бізде жастардың бойында қандай қасиеттер бар, соны қара сөзбен кітаптерге жазамыз. Тапсырма орындауына бесіңіз береді. Қандай қасиеттерді жастардың бойында Мағжан Жұмабаев? Бұл өкілдеріңізді қараша жиырма төртте тақырып білімді мыңды шығады. Бірінші тапсырма. Кітапта жоқ бұл. Мына жерде өлеңді қарап отырсаңдар болады. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, иман күшті оларда, жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер. Жақсы, тақырып қандай? Мағжан Жұмабаев жастарды қайратты, еркін жүректері таза, батыл, иманды, дардай, саналы деп айтады. Өте жақсы, Алдияр. Өмірден сабақ алады. Сондықтан олар бізге әрқашан қалай іздену керектігін үйретеді. Жақсы, өте жақсы. Алдияр описаны. Жастардың жұмсақ мінездері, болашақ мүдделері, бейбітшілігі, иманды тазалығы
бірінші топ, екінші топ. Сендерге мына жерде диаграмма беремін. Тақырыбы жазылған. Осы тақырып бойынша сендер шағын мәтін құрайсыңдар. Яғни біздің сабақтың мақсаты кестелерді салыстыру. Осы бойынша диаграммадағы кестелерді салыстырып шағын мәтін құрастырамыз. Топпен орындаймыз. Үшінші қатар сендер біреу мына жерге келіңдер, біреу бірінші топта шетелге жастардың көшуі бойынша салыстырмалы мәтін жазамыз. Топпен бірге. Ал екінші топта Қазақстаннан шетелге шетелге көшкен жастар. Бұларда статистика бойынша Ресейге кеткен жастар саны көтеріліп жатыр. 2000 жылы 100 мың жас, 2019 жылы 39 мың жас. Бұл статистика туралы біз мәтін қарағанбыз. Бұл шетелге кеткен жастар. Бұл сөзден екі сұрақ туындайды. Қанша жастар жылда көшіп жатыр? Не себептен? Қазақстанда 2000 жылы 100 мыңға жуық жастар көшіп кетті. Не себептен десек, себептері оқу сауаттылық, мәдениет, сауаттылық алу мәселелері үшін. 2000 жылдары Қазақстан ең дамып келе жатқан ел болған. Сол себептен оқу, білім, мәдениет қатты дамымаған. Статистикаға сүйене отырып, 2019 жылы 40 мыңға жуық жастар көшіп кетті. Бұл статистикаға сүйенсек, Қазақстанымыз дамып өсіп келе жатқанын көруге болады. Картоп блюдо. 2019 жылы сидетек фотошоуынан 174 картоп қойған. Жақсы. Бірінші топ сендер. Жалпы миграция деп аталады. Миграция бүкіл әлемде саяси қатынастардың жалпы болған өзгеріссіз процесс. Бүкіл дүние жүзіндегі адамдар өз елінің өз еркімен, экономикалық және басқа себептермен және соғыстар, адалдық қақтығыстар және тағы басқа жағдай нәтижесінде тастап кетеді. Қазақстандағы миграция процестері өте қарама қайшы. Олар көрсеткендей ішкі және сыртқы сипаттағы ортада күрделі мәселелер өз сипатында болып отыр. Жалпы біз жастардың көшуіне себеп қарасақ, жалпы бұл үш фактор болып табылады. Жұмыс жағдайын жақсарту ол 25%, көбінесе жастарды да, санаулы жас адамдарды да тұрмыс жағдайын жақсартуға мүмкіндік жасайды. Екінші басты себеп ол білім сапасы жоғары. Біздің Қазақстанның білім сапасы жаман деп айта алмаймын, бірақ шетелдегі білім сапасы біздің Қазақстаннан жақсырақ. Үшіншісі өзге мәдениеттің өмір сүріп көруі және де жалақы деңгейі жоғары. Қазақстанның жалақы деңгейі төмен емес, бірақ шетелде әлдеқайда жоғары. Жастардың шетелге көшу себебі ол тұрмыстық жағдай және білім сапасы. Көптеген жағдайда жастар шетелде өз білімін дамыту үшін, яғни әртүрлі бағдарламалармен арқылы мысалы болашақ сияқты шетелге кетеді. Жеке бизнес бастауға мүмкіндігі 2%-ке тең. Қазақстанмен салыстырғанда жалақы деңгейі жоғары. Жастар мемлекетіміз болашақ бойынша көптеген жастарды оларды өз білімін дамыту үшін, Қазақстанды дамыту үшін шетелге кетеді. Жақсы отырды. Бірінші топ өте жақсы айналып, барлық мүшелер атсалысып, екінші топтың да мәтіні өте жақсы. Келесі енді біз өткен сабақта ресми қағаздар стилін өттік, иә? Ресми қағаздар стилі дегеніміз не, ол қайталап өтейік. Ресми қағаздар стилі. Қалай ойлайсың ол не? Иә, құжаттар. Қандай құжаттар жатқызамыз? Өтініш, анықтама, қазақшасы, тағы не жатқызуға болады? Мінездеме, иә, біздің оқушыларға жазатын мінездеме, тағы қазақшасы, түсіндіреді, иә. Енді осы бойынша қазір тапсырма орындаймыз. Жазылым тапсырмасы нәтижесіндерге
ұсыныс хат және сұраныс хат берілген алдыңғы сабақта өттік. Осы үлгі бойынша немесе ұсыныс хат немесе сұраныс хат жазасыңдар дәптерге. Жазылушылар сұрасында. Түсінікті ма тапсырма? Көрініп тұр ма? Ұсыныс хатта экологиялық мәселелер туралы хат. Жасыл ел жасыл өлке табиғат үшін жасалған форумдар. Жасалған. Осыған орай келесі жақсы дамытты. Сұраныстар осы хатта деп жаңа мұғалімді сұрайды. ұсыныс хат. Мен қанатұлы Айнат осы ұсыныс хатымды 24 қараша күні жазып жатырмын. Қазақстан туризм басшылықтарына. Қазіргі заманда туризм өте қатты дамып келе жатыр. Әр ел өз бай табиғатын туризм арқылы көрсетіп жатыр. Менің сіздерге ұсынысым Алматы және де басқа таулы аймақтарда жол үсті салып, кемпинг зоналарды көбейту. Мысалға алсақ, Алматы қаласында тауға баратын жолдар аз. Мәншүкмәметова мұздығы өте әдемі. Таулар арасында әдемі жолдар құрастыруға болады. Мына жерде ұсыныс жазғанда мен 24 қараша деп күнделікті жазамыз. Мен осы Қысқаша кішкене жазамыз. Алматы қаласы медеу ауданы әкімінің еркебұлан Нұрғанұлыға 24-11-2023 жыл. Медеу ауданының тұрғындары еркін қозғалуы үшін Медеу ауданының көшелері және парктері тазалауға өтініш білдіремін және кешкі уақыттарда көшеде патрульдардың санын азайтуды өтінемін. Себебі патрульдар жасөспірімдерге себепсіз күш көрсетеді. Жақсы. Енді тақтаға қарайық. Мына жерде қазір тақтаға шығады. Екі бағанда сөздер берілген. Біреу ресми қағаздар стилінде қолданылатын сөздер, одан кейін қолданылмайтын сөздер. Соны жазу керек. Былай кестеге келтіріп жазамыз. Орындай. Біріншісі бізде мекеме басшысы. Қолданыла ма? Мына жерге керек. Жақсы отырау. Келесісін бізде орындайды. Шауыш. Бізде түсінді. Қай жаққа жатады? Келесін оқиыз. Қолданылмайды. Келесі біздер ең сол факты болған. Шауы тақтады. Мақала қайсына жүрді? Ресми қағаздар сенде қолданылады ма жоқ? Жібереміз. Өз ойым жоқ десе, қай жаққа жатады? Бұйрықпен таныстым. Тереңдете оқыдым. Жақсы отырауы келесі. Есімі ғой? Что-то неправильно. Қаншы ойына сенеді? Қай жаққа жатады? Ресми қағаздар стилінде қолданылған сосын өздері. Қолданылмайды? Когда едешь, куда музыку хорошо? Потом еще. Пробасына хат жазды. Тексерек жауаптар. Жақсы, бізде барлық жауап дұрыс болды. Яғни графикті кестелер бойынша қазір сендерге мына жерге парақтар тараттым. Осы бойынша сабақта не түсіндіңдер, не түсінбедіңдер, соны жазып шығайық. Осы сабаққа қатысты пікірлеріңді. Ал мәтін бойынша тапсырманы үй жұмысына алыңыз. Үшінші тапсырма. қойлар әдемі.
Оның сабаққа алғызылармен аялап өте жақсы қатысты, өте белсенділік танытты, мақсаты оған оқушыларды сабаққа қатысқандарға рахмет. Үй тапсырмасы бізде 3-ші тапсырма, сонымен қоса 5-ші тапсырмада қосуға алғыс етемін. Апай бір кетпай Дамир. Апай кім жазылды? Бал болсаңдар, сабаққа қандай бал боласыңдар? Өздерің емес? Сабаққа апай 20. Сабаққа қатысқандарға рахмет. Сабақ арқылы үй тапсырмасын орындап келеміз.